Сәлем. Дәл осы сәтте, дәл осы арнаны қосып, дәл біздің контентті көріп отырған көрермен. Қалдарыңыз қалай? Міне көзді ашып жұмғанша арада бір апта өтті де кетті. Ал әріптестер, осы аралықта сендерде қандай өзгерістер болды? Менде бір аса үлкен өзгеріс бола қойған жоқ. Бірақ көзілдірік кигенге қарағанда өзгеріс сенде бар сияқты ғой. Теннис қой. Теннис? Теннис пен көзілдіріктің қандай қатысы бар? Егер теннистің добы тура көзіңе тисе, онан тікелей қатысы болады. Ондай болса мәселе түсінікті. Айтпақшы теннис демекші. Тенниспен жастайынан дұрыстап кәсіби деңгейде айналысатын болсаң, 17 жасыңда алғашқы миллион табуға болады дейді мамандар. Ал сен көріп тұрым, алғашқы синягыңды ғана тапқан жақсың. Енді осылай болып тұр қазір. Мен болсам сені жұлдыз ауруына шалдықты ма десем, әй жігіттер, сәл ойлансаңдар болады ғой. Көз көгерген кезде көзілдірік киіп әуре болмайық, басқа да амалдарын қарастыруға болар еді негізі. Мен простой емеспін. Бауырым, абайлап жүрсейші. Байқап жүрмейсің бе? Көзін ас көгеріп қалдау деймін. Енді анама не деп айтамын? Сәлем достар, көпшілігіміз бұл мәселені шешудің жолдарын білмей жатамыз. Ендеше мен тыңда. Ең бірінші тәсіл ол барлығына жақсы таныс. Ұрып алған жерінен мұз басу. Алайда бұл әдіс денен көгеріп кеткеннен кейін көмектеспейді. Өйткені ол ыстықты кетірмейді, ал алдын алады. Сол себепті бұл тәсілді денеңізді ұрып алғаннан кейін бірден қолдануға кеңес береміз. Терінің көгерген түсін кетіруге болса, кәдімгі тұз қосылған пияз қолдансаңыздар болады. Ол үшін пиязды күштен өткізіп аламыз да, үстен біраз қасық тұз саламыз. Сосын оны орап, ауырған жерге күніне 2 мәрте басып отыру керек. Айта кетейік, пияз ағзадағы құнарлы заттардың белсенділігін арттырады. Үшінші тәсіл. Ол үшін бізге күнделікті қолданатын тіс пастасы қажет. Оны көгерген жерге жағып, бір күнге қалдырып қоямыз. Ал егер бұның бәрі көмектеспесе, онда уақыт созбай дәрігерлерге көрінген абзал. Көзінде кетіп қапты ғой. Кетіріп алдың. Абайлап жүрмейсің бе? Мен простой емеспін. Конкретно тебе бы хотел, как Элвис Пресли. О, Камекин Бельмима. А я же думаю о ней, нет никого не ранее. Она ярче огней. Ты же светит по ночам. Бауырым, абайлап жүрсейші. Байқап жүрмейсің бе? Міне достар, мендегі кеңес осы. Және есінде болсын, кез келген мәселенің шешімі бар. Біздің сүйікті көрермен, біз әрдайым сіздерге тек ең үздіктерді көрсетуге асығамыз. Оның дәлелі бүгінгі студияның қонақтары. Шынымен де үздік және ерекше топ Vox Acapella тобы. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. жүрегіме қоншы тек маған ғана бұршы сезіміңді. Vox Acapella 6 адамнан құралған ерекше топ. Өзгешелігі сол, барлық әндерін акапелла нұсқасымен орындайды. Жанды дауыста ән шырқайтын қыз-жігіттер осыдан 4 жыл бұрын Алматы қаласында құрылған. Барлығы да оңтүстік Астанадағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлектері. Осы жазда жеке альбомдарын шығаруды жоспарлап отыр. Бірден сұрақтан бастайық. Осы топтарыңыздың аты Vox Acapella, иә? Acapella дегеннің мағынасын түсініп тұрмыз, иә? Табиғи жанды дауыс. Ал Vox деген не? Vox деген Voxтың аудармасы дауыс. Дауыс деген мағынаны білдіреді. Дауыстан құралады, дауыстан Vox Acapella. Acapella жаңағы әуені. Ал осы топтың құрылғанына қанша уақыт болды?
топтың құрылғанына негізі 4 жылдай болды. 4 жыл, біраз өтті ғой. Иә. Ал былай негізі продюсермен шоу-бизнесте жұмыс істеп жатқанымызға 2 жыл. Негізі 2016 жылы біз Жүргенов Темірбек Қарауыл Жүргенов атындағы өнер академиясында құрылдық. Алматыда, иә? Иә, Алматыда. Сол жақта бастау алып, ары қарай осындай дәрежеге келіп жеттік. Ваш костюм. И добро пожаловать в «Люди в черном». «Люди в черном»? Да. Черная страница. Неше әндеріңіз бар қоржындарыңызда? Негізі өзіміздің авторлық әндеріміз 10-ға жоқ. Жақында тағы өзіміздің альбомымыз шығарамыз, тағы 8 ән қосылады, сонымен 18 әндей болады. Ал негізі акапелла кавер жағынан тоже 20 әндей бар. 25 әндей. 25 ән бар. Даже одан көп бізде инстаграмда көп саламыз, каверлар. Seni esім almadым, meni kешір алмадым, дейсің, несін алдадым, тегінсіз жанарыңменен жүрегімді ұстап тұрып жыладым. Араларыңыздағы ең үлкен және ең кішісі кім? Ең үлкен деп айтып кетсе, тауып көріңізші. Ең үлкен өздері айтсын, ең кішісі өздері айтады. Ең үлкені мен боламын. Ең кішісі? Ең кішісі Ақерке. Қыздың жасын сұрамай қойын, сіздің жасыңыз неше? Мен де айтпай қойшы. Мен жасым 27. Екеуміз аралығымыз 10. Да? Онда санаңыз. 27-тен... Осы попури әндеріңіз естідім, иә? Сүйіп тыңдаймын. Сол әндерді бүйтіп, былайынша айтқанда, аранжировкасы дейді ғой, бір-біріне қосу кімнің идеясы? Мына жігіт жасайды, музыкалық. Сұраққа да жауап береді, аранжировка жасайды. Жоқ, біздің музыкальный продюсер Мағжан аға өзі бізге фано арқылы, фортепиано арқылы өзі тауып, слухпен тауып, аккордтарын тауып, дауыстарын бөліп береді. Сөйлейді негізі, мен ондай үлкен емеспін, 22-ден. Енді мен бәріне аға деп сөйлеймін, жалпы. Бізде дауысқа бөліп беретін осы кісі. Жалпы мамандығыңыз қандай? Эстрада вокал. Эстрада вокал. Я Жүргеновте. Сіздер шынымен де жан дауыспен айтасыздар ма? Бүкіл жерде? Әлде кейбір кездерде бола ма? Жоқ, ол әр кезде әрқалай ғой. Әр кезде, бір кезде аппарат ол келмейді да, ондай жан дауысты айтуға, сондай уақыттарда болады біз жаңағыдай плюспен айту деген сияқты. Ал негізі біз в основном той болсын, концерт болсын, любой концертте жанды дауысты айтамыз. Жасырын болмаса, табыс көздеріңіз қандай? Топпен. Жасырын болсын. Тойдан көп табатын Тойға көп шығармайды. Продюсердің өзі даже қарсы. Тойға көп. Арасында бір жіберіп бәді. Ағаларыңыз әп көйемін шығармыз. Кекетші деп. Жас тойға шығып тұрамыз. Шымкенттік тойға. Жалпы біздің студияға келген қонақ бізбен міндетті түрде ойнайды. Ол біздің студиямыздың дәстүрі. Ойнамай қоюға болмайды? Олай болмайды. Есік жауып тасташы, жібермей қоямыз. Дайынсыздар ма? Иә. Дайын болсақ бастайық. Мен ойнасаң артын жамандама. Сонымен бұл ойын сіздерге өте жақсы таныс. Көріп қоймаңыздар. Крокодил деген ойынмен таныс шығарсыздар. Крокодил. Бірақ біз сол ойынның шарттарын сәл ғана өзгерттік. Біз қазір, мен қолымда қағаздар бар, үстінде жасырылу сөздер бар. Сіздерде қазір әннің аттары бар. Сіздерді қазір 2 топқа бөлеміз. Бөлініп тұр екен сіздер, иә? Бірінші топ, екінші топ болыңыздар. Вокс, акапелла болыңыздар. Қазір сіздерден араларыңыздан бір адамдан шығарып тұрамын.
барбарис беремін. Барбаристің ұрттарыңызды саласыздар. Бір ұртқа екеу, екінші ұртқа екеу. Жалпы айтқанда 4 барбарис. Сосын мен сіздерге қағазда ашып, әннің атын көрсетемін. Сіздер соны айтуларыңыз керек. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Командадан бір адамын шығарсақ. Да, амалет. Қыздар шықсын. Қыздар. Оларға 4 компетиция ма екен? Оттар, екі, үш, Ауыздар деп, Кім бастайды? Телефонына жүріңіздер. Су-ли-фа. Сіз бастайсыз, Ал, сізге көрсетейін. Ой, мен білмеймін әнді. Ежін? Давай, айт жүріңдер қандай. Айтыңыз, кәдім ғой. Как у тебя... Сен табу керексің. Біз айтпаймыз. Жоқ, топпен табуға болады. Айқын Бәрін айтыңыз. Үш адам деген. Да, точно. Дәл тапсыңыздар. Не деген бітпейді 91. Қайтадан. арқашы өкпеңді. Қайтадан бет, қайтады. Сонда емес пе? Қайтадан бет. Көзіңді жұмысы бір сәтте. Айттама мені. Айттама мені. Аз болып тұр тағы барбарис алды. Оңай сияқты тағы да екеуден қосамыз. Оңай. Тағы ма? Аузымызды саламыз ба? Компьютер ойнам, выкет. Жыртылмайды. Көк аспаннан жаңбыр баяу. Сізге шынымен аз болып тұр ау деймін. Жоқ, аз бітпеді жаңа. Жыртық қойдыңыз. Дастан көк аспан. Не дейді? Дастан көк аспан. Дұрыс. Ауыздарында 5 компьютер бар адам құсамай, дұрыстап сөйлесеңдерші. Осыны білмеймін ба мен. Қойшы. Смело сөйлесін. Сіздер көмектесіп отырады. Я не могу без тебя. Я все думаю о нас. А что я улетаю? Дұрыс, тамаша. Келесі. Сізге жасыруға қорқып тұрмын. Оп-оң айта сал дегенсіз. Қыздар ойнай берсін біз. 6 барбарис салмай қойсың. Сіздер білсе. Қалай еді мелодиясы? Сіздер көмектесеңіздер, битбокс. Қалай? Бейборс жүрсе. Мен сүйі қимрақ әрі оңай. Неге бағаламадың, оны бағаламадың. Мен сүйі қимрақ әрі оңай. Қиын оңай, дұрыс. Мен сүйі қимрақ әрі оңай. Неге бағаламадың, соны бағаламадың. Мен сүйі қимрақ әрі оңай. Неге бағаламадың, соны бағаламадың. Керемет. қойдыңнан. Болды. Біз ұттық па не? Жоқ, досы жеңді ғой. Бәріңіз бірдей болдыңыздар ғой, Бірдей болды. Бір-біріңізге. Енді сіздерге бір өтініш, осы бұйымтай қонақтан дегендей. Бір әндеріңізді акапельно айтып берсеңіз. Мынаны алайық онда, осыны өлең айтайын ба, или десеңді. Білмеймін, өзіңіз беріңіз. Былайынша оп-оңай айтып тұрсыз. Алып кетті. Осыны айта берсіңдерші. Мынаны қалай Ана аламыз? шығару керек. Салфетка бар ма? Көк аспаннан жаңбыр баяу. Жанарыңнан көзімді алмай
көзбен қарадың ай. Айтшы маған, мен саған ұнанба. Қарай бермей, ұнатсаң кел жаныма. Балапен алдыңда, ғашық боп қалдың ба? Сүзіліп қараған жігітің тұр алдыңда. Айтыңды сырыңда, жасырған қолыңда, тәтті қылығыңда. Айтыңды құлағыма. Құлағыма сыбырлашы, сыбырлашы. Құлағыма сыбырлашы. Келдің де сен отырдың көп қыздардың жанына. Көз салып мен отырдым, қарадың сен артыңа. Көзімді алмай қарадың, әдемі екен жанарың. Ұнатқаным жүзіңнен, жасырмай-ақ байқадым. Балапен алдыңда, ғашық боп қалдың ба? Сүзіліп қараған жігітің тұр алдыңда. Айтыңды сырыңда, жасырған қолыңда, тәтті қылығыңда. Айтыңды құлағыма. Керемет. Сіздердің әндеріңізден отырып қалдым ғой. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге болашақта шығармашылық табыс тілейміз. Бізге уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет тағы да. Сізге рахмет. Ал сіздермен қоштасатын сәт келді. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Все, рахмет. Телек кеттім. Жұмысыңыз қиын екен. Не болды? Терең ойға кетіпсің ғой. Қазір тұра тұршы. Уақыт, время. Сен таппай отырған сөзің. Шынымен де. Маған қалай басым жетпеген? Енді бұл ойынға мұқияттылық керек. Стоп. Не деп кеттің де, түсінбедім. Қасиет бас қатырып отырған ойынның шарты 4 сурет арқылы бір сөзді табу. Болды, түсіндім. Енді оны бағдарлама үстінде беріліп ойнағандар не? Енді бұл сұрақтың жауабын кешеден бері таппай жүрмін да. Бір қарасам тілімнің ұшында тұрған секілді. Тауып тұрғандайым, бірақ таба алмай әлектім ғой. Шықпайды ғой, Бұны достым ғылым тілінде интеллектуальный азарт дейді. Яғни білімі немесе ойлау қабілеті жоғары адамдар бір сұрақтың жауабын таппағанша қызығы басылмайды екен. Сонда мен ойлау қабілеті жоғары адам екенмін ғой. Ол жағын айта алмаймын енді. Неге? Өйткені ол сұрақтың жауабын мен таптым. Келесі жолы ешкімге сұрамай өзім табам. Сәлем, бәріне, привет. Геометрия пәніне деген ынтаңыз қандай болды? Вообще не шарю ғой, бірақ. Геометрия сабағынан 4 алдым. Олай болса салтанатты түрде мынау алдыңыздағы тақтаны ашсаңыз. 3 сызықпен, түзу сызықпен осы 4 нүктені қосып, бір геометриялық фигура жасау керек. Ұнаған түсіңізді таңдаңыз. Көп түс таңдайын онда. Жасылса тұрай. Онда қалай істеу болады екен? Қана зонот деген жоқ па? Жоқ. Таныстарға. Бір сызықпен жасауға болмаса, круглый olur. Түзу сызық болу. Жарайды кеттік ал. Осы жақтан бастап көрейік. Мынау енді былай сәл қисайып кетті енді. Мынау енді самал. Оңай дедіңдер ғой? Түзудің, сызудың жолы бар. Сосын мен терең ойланып тұрмын да жаққа. Шик. Сендер біліп тұрсың ғой? Бір подсказка берсек. Бұл жерде шекарадан асуға болады.
Асқанға дейін оны бір сызықпен қалай істейсің? Үш сызықтан қандай фигура шығуы мүмкін? Үшбұрыш қана ғой? Енді? Енді? Осылай бола ма? Сол жерде жалғасып кету керек, сол жерде жалғасып. Иә, мен мына жерде қосылады да. Осылай бола ма? Бәрі тигізім ғой. Үш бол. Сіз дұрыс жауап тапқансыз. Да. Сен геометрия оқыдың. Келесі ашамыз болады. Төртеуіне тигізу керек қой. Осы тұрген кезін да. Мен тоже бағана негізі қисық соз бірақ тигіздім да. Мынаны осылай тигізесің араққа. Мынаны осылай тигізесің да. Төртеуді тигізіп. Геометрия мұғалімдерге сенемін. Мысалы осы істеп тұрмын ғой. Ойбу. Жігіттер, сендерге біздің айдарлардың ішінен қайсысы ұнайды? Ондай да сұрақ бола ма не? Әрине барлығы ұнайды. Жарайды, сұрақты басқаша қойып көрейін. Қай рубрика қызықты? Әрине барлығы да қызық қой, бірақ менің көңіліме шешім бар айдар жақындау. Өйткені ол түрлі жағдайларда көмектесіп тұрады. Бүгін көзілдірікті шешкеннен кейін. Қасиетәлі саған ше? Маған Жұлдызбаевтың рубрикасын айт. Не үшін? Өйткені оның эксперименттері немен аяқталарын білмейсің да? Қайдағын айтасың сенде? Оданша эксперименттерден дым хабары жоқ адам жазса, міне сонда қызық. Мысалы, сен? Сәлем біздің көрермендеріміз. Профессор Жұлдызбаевпен бірге оның көмекшілері. Әдеттегідей біз өте қызықты эксперименттер жасайтын боламыз. Бірінші достарымызбен танысып алайық. Есімдерің? Сәлем. Менің атым Аружан. Аружан және? Жалғас. Так, жастарың қандай? 13. Нешеде? 13 жаста? 13 жаста, е? Көрініп тұр екеуің бірдей екенін жастары. Профессор Жұлдызбаев кішкене 13-тен асты жасы. Әлі де өте қызық эксперименттермен қызығады. Қазір біздің эксперименттеріміз бұлай орындалады. Ол үйде де сіздер орындап көрсеңіздер болады. Өйткені біздің реквизиттер өте оңай, кез келген дүкеннен табуға болады, немесе аптекадан табуға болады, дәріханадан. Дұрыс па? Не көріп тұрсыңдар алдарыңда? Су. Краситель. Су, бояғыш, ас бояғыштары, бұның дәмін көруге болады. Күнбағыс майы. Дұрыс айтасыз, күнбағыс майы, сұйық май. Және де аспирин. Аспирин танып қойдың, бірден аптечкаларында бар шығар. Жай ғана стаканға біз бірнеше тамшы емес, біраз су құяйық, бірінші судан бастаймыз. Біздің эксперимент әдемі болып көріну үшін, жай ғана қызық емес, әдемі эксперименттеріміздің бірі көбірек су құйсақ болады. Бірі, ол үшін біз не қосамыз? Бояғыш. Дұрыс айтасыңдар, бояғыш. Так, профессор өзіне қазір бір түсті таңдап алады. Сендер өздеріңе бір түсті таңдап алыңдар, менен кейін орындайсыңдар ғой. Бізде мына жерде менің ойымша күлгін, қоңыр, көк және қызыл түстер бар. Саған қандай ұнайды? Қызылды алып ал, дайын тұр. Сен көкті алып ал. Көк емес, анда күлгін қой деймін, қазір бірақ көреміз. Мен мына түсті алып көрейін, қандай түс екен? Жасыл екен байқап қалды, профессордың қолы кішкене су болып тұр, сондықтан жасыл түсіміз. Бұл жасыл да емес. Бұл қандай түс екен? Ненің түсі болып тұр, зеленка деген бар емес па, аптечкадағы біздің. Бірақ ол зеленканың өзі ол жасыл емес қой. Басқа түс деп атайды оны. Қандай түс пайда болды бізде? Қызық па? Әдемі, Енді бұл да әлі біздің экспериментіміз біткен жоқ. Біз оған сұйық майды қосамыз кішкене. Қалай ойлайсыңдар, араласып кете ма? Кішкене. Сен кішкене араласады деп ойлайсың, сен араласпайды деп ойлайсың. Неліктен? Сумен май араласпайды. Өйткені? Бір-біріне. Просто он... Себебі тығыздықтар әртүрлі. Дұрыс айтасың, дәл таптың. Хорошо. Кто хочет что-нибудь добавить к тому, что сказала эта девочка? Тығыздық дегенде қай сыныпта өттіңдер? Олардың тығыздықтары әртүрлі болғаннан кейін, олар бір-бірімен араласпайды. Тағы да одан да әдемірек болған сияқты, бірақ бұл әлі біздің экспериментіміз біткен жоқ. Камераға жақсы көрініп тұр ма екен? Біз бұдан да
жақсы эксперимент көрсету үшін, бұдан да әдемірек қылдыру үшін не қалды бізде? Соңғы ингредиентіміз аспириндарымыз қалды, иә? Қоссақ не болады деп ойлайсыңдар сендер? Мүмкін қалай ойлайсыңдар? атылады ішінде. Жарма көпіртер ме? Бұны басқаша шипучка деп айтып жатамыз, иә? Сондықтан өздерің түсініп тұрған шығарсыңдар не болатынын. Мен мына жаққа қарай қоямын да, сендермен бірге 3-ке дейін санаймыз да қосамыз. Дайынсыздар ма? Иә. 1, 2, 3. Так. Бірнеше секундтан кейін біз байқап тұрғанымыздай, мынау көпіршіктер көтеріліп жатыр, иә? Бірақ біз мынау жарықта түсіріп жатқаннан кейін бұл эксперименттерді ондай әдемі болып көрініп тұрған жоқ. Сондықтан біз бірнеше минуттан кейін оны қараңғыда көрсетеміз, иә? Жақсы ма екен? Бұл экспериментті лава лампа деп атайды, иә? Түсініп тұрған шығарсыңдар не екен екен, иә? Лаваға ұқсайды. Және де біз қазір шамды жағатын болсақ, астынан өте әдемі болып көрінеді. Сендер жасап көресіңдер ма? Иә. Көк түс пайда болды. Көбірек кессең болады. Иә, үлкен етіп кесе бер. Жақсы. Сен кесіп көр. Енді сен не қосуың керек? Сұйық май. Сұйық май, дұрыс айтасың. Сұйық май қосамыз. Сенікі шынымен де қызыл екен, бірақ қызыл емес. Қандай? Ақшыл қызғылт, оранжевый түс шықты. Сен көбірек қоссаң болады тағы. Жарайды. Көбірек сұйық майда аяма. Ол профессордың сұйық майы ғой, бәрі жұмыс па. Дайын болсаңдар, 1, 2, 3 ал қоса қойыңдар. Көтеріп камераға көрсетсек болады. Енді қараңғыда істейміз деп келістік па? Саған кішігірім тапсырма бар екен. Ана жерде профессор көрпені қалдырып қойды, соны алып келу керек саған. Айттым ғой, қараңғыда әдемірек көрінеді екен, Иә. Бұл экспериментті үйде жасап көресіңдер ме? Иә. Әрине. Қызықты екен, жастарыңа қарамастан, 13 жаста ғанасыңдар, бірақ ғылымға деген қызығушылықтарың өте мол екен. Сендер сияқты балалар көбірек бола берсін, эксперименттерге қызықсын. Біз көрермендерімізге келесі кездескенше сау болыңыздар деп айтайық. Бірақ профессор көңілді айтқанды жақсы көреді. Сондықтан қалай істейміз? 1, 2, 3. Сау болыңыздар! Достар, біз сіздерден әдеттегідей хабарламалар күтеміз. Ұмытпай өздеріңіз түсірген қызықты репортаждар мен түрлі вайндарыңызды төмендегі почтаға жіберсеңіздер болады. Біз оларды міндетті түрде біздің жобадан көрсетеміз. Осымен бүгінгі эфир өз мәресіне жетті. Келесі аптада дәл осы уақытта сіздермен қайта қауышамыз. Және есіңізде болсын, бұл нағыз сіз көретін контент. Сау!